Қайырлы күн. Біз тениска юбкасының декаласын құрастыратын боламыз. Бұл бізде үлгі. Осы үлгіге қарап құрастырамыз. Және де ең маңызды, бізде 5-те-5 деген квадрат бар. Осы квадратты тексеріп алуымыз керек. Осы квадрат бізде міндетті түрде 5-те-5 сантиметр болуы керек. Әйтпесе ол бізде кейін тіккен кезде дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Біздің декаламыз 5-те-5 дұрыс екен. Міне. Енді құрастыруға кірісеміз. Осы жерде қайшының белгісі тұр. Осы қайшының белгісімен екінші парақтың қайшымен қырқып алатын боламыз. Осыны алып келіп, осы жерге стрелка бір-біріне сай келу керек. Осылайынан скотчпен немесе клеймен жабыстырып аламыз. Келесіні тоже осы жерден қайшымен қиып аламыз. Бірінші қатарды құрастырып алдық, қазір скотчпен жабыстырып шығамын. Бірінші қатарды толығымен құрастырып болдық. Толығымен құрастырып алдық. Енді екінші қатарды құрастыратын боламыз. Ол үшін біз осы жан бөлігінен және де жоғарғы бөлігінен қиып алатын боламыз. Екінші қатардың бірінші парағы жоғарғы жағынан қиып аламыз. Екінші қатардың екінші парағы бұның жоғарғы жағынан және жан бөлігінен қиып аламыз. Осы қиып алған бізде мына жаққа қарайды және жоғарыға. Осылайынан тұрады. Келесі тоже дәл солай. Жоғарғысыны және жан бөлігін қиямыз. Осылай қалған бөліктерді де қиып жабыстырып аламыз. Үлгі бойынша барлығыны әдемілеп құрастырып, скотчпен жабыстырып алдық. Енді қиып алатын боламыз. Бізде екі деталь шығады. Бір деталь, міне екінші деталь. Осылай болып шықты. Екі деталь. Енді пішуге кірісеміз.